бір өзімше демалыс күні каттаманын рецептін түсіріп пісіре қояйын деп едім. Бала-шаға жағалы асып кетті. Сонымен қабыл алыңыздар, менен осындай каттама әдемі болып шықты. Ең алдымен жылы суымызға 1 шай қасық тұзды қосып, жақсылап араластырамыз. Тұзы ерігенше. Үстіне ұнды қосамыз. Тура осы жерде есіме түседі. Жұмыртқа қосылды, есіме шығып кеткен. Бала-шағамен жағаласып жүріп, сөйтіп жұмыртқаны алып, үстіне жарып, қосып жібере салдым. Жақсылап бір келкетіп араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Осындай әдемі қамыр шығады. Бізде демалуға қалдырып қоямыз. Бір 15-20 минут. Ол қамырымыз демалған уақытта жағатын майымызды дайындайтын боламыз. Каттаманың ортасына мен осындай тоң май жағатын боламын, және күнбағыс майын екеуін бірге бір араластырып. Осындай қатып тұр екен, барын алып, салып, ыдысымызға оның үстіне күнбағыс майын қоямыз, бірге бір. Сонымен жақсылап араластырып, отқа қойып, ертіп алатын боламын. Ертілген майымыз осындай болып шығады. Қамырымызды алып, жұқа етіп, жайып шығатын боламыз. Қамырымның қалыңдығы осындай болып шықты. Үстіне майымызды құйып, жақсылап бір келке етіп жағып шығатын боламыз. Майымды жағып болғаннан кейін қамырымды нығыздап осылай орап шығатын боламын. Қамырымды осылай теңдей 3 бөлікке бөліп алдым. Әр қамырымды алып, осылай жиырып шығатын боламын, каттамамын пішініне келтіру үшін. Каттаманы үсті пакетке салып, мұздатқышқа 15-20 минутқа қалдырып қоямыз. Қамырларымызды алып, жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Сковородкамызды отқа қойып, 2 ас қасық май құйып аламыз үстіне. Сөйтіп каттамаларымызды 2 жағы қызарғанша аударып, қуырып алатын боламыз. Осымен каттамаларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес берем. Барлықтарыңызға ас болсын.